Барлығыңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Назерке. Бүгін мен сіздерге вупи-пай пирожныйын жасап көрсетемін. Өте дәмді және өте жұмсақ болып шығады. Ол үшін бізге ұн, қант, бөлме температурасындағы сары май, шоколад, жұмыртқа, қопсытқыш және какао керек болады. Бисквитті жасау үшін ыдысымызға шоколадты бөліп салып аламыз. Оның үстіне бөлме температурасында тұрған сары майды салып, қысқа толқынды пешке ерітуге жібереміз. Енді басқа ыдысымызға қантты және жұмыртқаны салып, миксермен араластырамыз. Миксермен қант ерігенше араластыру қажет. Сонда оның үстіне көпіршік пайда болады. Көпіршік шыққан кезде ерітілген шоколадымызды үстіне әкеліп құямыз. Шоколадты құйып болғаннан кейін тағы да миксерлейміз. Сұйық қоспаларымызды араластырып болғаннан кейін құрғақ қоспаларды араластырып аламыз. Ол үшін ұнға қопсытқыш пен какаоны салып, қалақпен үстінен астына қарай араластырамыз. Құрғақ қоспаларды араластырып болғаннан кейін оны сұйық қоспаның үстіне салып миксерлейміз. Ұнды екіге бөле отырып салу қажет. Бізде шоколадты масса дайын болады. Енді массамызды кондитер мешогына салып аламыз. Оған насадканы салуға да, салмай қоюға да болады. Массаны кондитер мешогына салып 30 минутқа тынықтырып қою керек. Сонда ол қоюланып өз массасын ұстайтын болады. 30 минут өткеннен кейін біздің массамызды бірдей пішінде дөңгелек етіп орналастырып шығамыз. Барлық бисквитімізді орналастырып шыққаннан кейін пеште 170 градус ыстықта 15 минут пісіріп аламыз. Енді крем дайындауға көшеміз. Салқындатылған сливкемізді құйып, оны миксермен қоюланғанша араластырамыз. Оның үстіне қант ұнтағын салып, тағы да араластырамыз. Сливке қоюлана бастағанда оған маскарпоне немесе творожный сырды қосып, тағы да араластырамыз. Енді крем дайын болды, ол өз массасын ұстайтын қою болуы қажет. Кремді алып, оны кондитер мешогына салып аламыз. Енді бисквиттерімізді арнайы қағаздарға салып аламыз. Оларды салып болғаннан кейін үстіне кремімізді жағамыз. Кремді ортасына қарай жағу керек, шетіне көп шығармаймыз. Енді үстіңгі бисквиттерді әкеліп орналастырамыз. Оны қойғаннан кейін төменге қарай басуы қажет.
сонда біздің кремдеріміз әдемі болып шығады. Барлық бисквиттерді осылай дайындап аламыз. Енді оны әрлеу өз еркіңізге байланысты. Үстіне ганашты ертіп құюға немесе крем салуға болады. Мен кремді ортасына жақтым және оның үстіне орео печеньесін қойып шықтым. Барлық пирожныйымызды дайындап болғаннан кейін оны 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салқындатып аламыз. Осымен біздің тез дайындалатын, өте оңай, әрі өте дәмді пирожныйларымыз дайын болды. Дастарханға бір ұсынғаннан ақ желініп қалатын өте дәмді вупи-пай пирожныйы. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.